Не алған адам ол? Кім соншама ол? Мына парламентке КТЖ-ны шақыру керек. Бүкіл мәселесін бәрі майшамен қарау керек. Не істеп жүр бұлар? Не алған адамдар бұлар? Бұл мемлекеттің аршысын ала береді. Оған біз құя береміз. Басқа жерге ақша жетпей жатқан кезде. Олар оның бәрін қарызға отырғыза береді. Ондай мен жерлер жоқ болу керек. Сауранбаевтен кім ол? Неге келмейді мұнда? Өмірі келген емес. Осы мен парламентте 3 жыл болды жұмыс жасап жүрген. Қайта осы мәселе көтеріледі, Сауранбаев келмейді. Кім ол сол? Не алған адам ол? Өмір бойы сол жемқорлықтың бәрі былғап жатыр КТЖ. Ол мына жерге келіп жауап бермейді. Ол кім ол соншама? Теміржолшылардың қазір өмір сүріп жатқан бүткілерін қараңыздар. 19 ғасырдағы бүткілер. 20 ғасыр емес, 19 ғасырдағы бүткілер. Ол енді қашанғы олар деген елдің, мемлекеттің, халықтың байлығын қалталарына басып, шетелге барып, Дубайға барып, Европаға барып, коттедж алып, үй алып, шалқып жүреді. Халықтың жағдайын қашан ойлаймыз біз? Осылай отыра береміз бе сонда? Олардың айтқан өтірігіне сеніп? Олай болмайды. Бір ретте президент КТЖ-ның елмен барып кездескен жоқ. Теміржолшылармен кездескен жоқ. Олардың мәселесі тыңдаған жоқ. Қаншама ереуілдер болып жатыр. Біреуіне де барған жоқ. Қазмұнайгаз шақырайық мына жерге. Бәрін шақыр. Қазатомпром шақырайық мына жерге. Болды ғой енді халықтың байлығы деген конституция бойынша мына елдің байлығы халықтікі емес пе? Халықтың өкілдері осы жерде отырған жоқ па? Шақырайық бәрін. Тыңдайық, қайда кетіп жатыр ақшаның бәрі? Олардың ақшасы емес қой. Әрқайсысы жаңа дұрыс айтып отыр. Бонустары, зарплаталары, үйлері, машиналары деген қандай олардың? Ол елдің ақшасы ғой. Және жоғары аудитория палата дұрыстап тексеріңіздер мыналардың бәрін. Керек емес бармақ басы көз қысты қылып. Жетеді енді. Елдің бетіне қалай қарайсыңдар? Ұят емес пе? Қандай Қазақстанда өмір сүріп отырмыз? Президент айтты ғой, әділ Қазақстан, дұрыс жұмыс жасайық деп. Біз мына істеп жатқан ісіміз оған келіңкіремейді.